Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданы Қарлыағаш қалалық номер 3 мектеп гимназиясының 6 Г сынып оқушылары Әсет Санжар мен Құралбай Нұртас. Біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы жасанды интеллект көмегімен ежелгі адамдар өмірін цифрлық түрде бейнелеу. Бұл жобаның басты мақсаты тарихи мәліметті заманауи технология арқылы жаңаша форматта көрсету және балалардың ұлттық мәдениетке қызығушылығын арттыру. Жоба барысында біз ChatGPT жасанды интеллект платформасын қолдандық. Оған тас дәуіріндегі Ая мен Таф атты екі бала туралы ертегі жас, онда адамдар отты үйрену мен жасанды интеллекттің пайда болу көрсетілсін деген тапсырма енгізілді. Жасанды интеллект бізге бірнеше нұсқада мәтін ұсынды. Біз ең мазмұнды нұсқа таңдап, оны өңдеп, кейіпкерлердің аттарын қазақша алып және диалог тұрғызып. Осылайша Ая мен Тар атты жаңа ертегі дүниеге келді. Ашаларыңыздар. Күннің көзі жаңа ғана көкжиектен көтеріліп, таулардың үстінен алтын сәуле төгіп тұрды. Таудың етегіндегі үлкен үңгірде Ая мен Тар есімді екі бала өмір сүріпті. Олар өз тайпасымен бірге аң аулап, жеміс теріп, от жағуды үйреніп жүрген кез екен. Бір күні аспандан найзағай жарқ етті. Ая шошып кетіп, таңырқай қарады. Тар, қарашы, көк аспанда от ойнап тұр. Ол қайдан шығады екен? Деді Ая. Тар ойланып қалды, бірақ жауап таба алмады. Дәл сол сәтте үңгірдің ішінен бір ғажайып дыбыс шықты. Тастар сылдыр етіп қозғалғандай болды да, жұмбақ дауыс естілді. Мен сөйлейтін таспын. Мен сендерге білім үйретуге келдім. Ая мен Тар таңырқап бір-біріне қарады. Сен кімсің? Деді Тар. Мен болашақтың үні. Адамдардың ақыл ойынан жаралған күшпін. Бір күні мені сендердің ұрпақтарың жасанды интеллект деп атайтын болады. Деді дауыс жұмсақ қоңыр үнмен. Сол күннен бастап сөйлейтін тас оларға от жағуды, тастан құрал жасау мен аң аулауды үйрете бастады. Тар мен Ая жаңа білімге құштар еді. Олар әр нәрсенің себебін сұрап, үйренгенін тайпадағыларға үйретті. Уақыт өте келе адамдар ақылды бола бастады. Олар ойлап табуды, жоспарлауды, сурет салуды үйренді. Жылдар өтті, ғасырлар сырғып кетті. Ертегіні жасау үшін ChatGPT арқылы суретті генерацияладық, Eleven Labs арқылы аудио генерацияладық, Pixverse AI арқылы суретті видеоға айналдырдық, CapCut арқылы видео суреттерді монтаждадық. Ертегіде екі баланың білімге деген қызығушылығы мен адам ойының дамуы баяндалады. Сөйлейтін тас болашақтың символы, яғни жасанды интеллект ретінде алынған. Келесі кезекте біз бұл ертегіні Canva платформасы арқылы анимацияладық. Анимация жасау барысында ертегі көріністерін жеке кадрларға бөлдік. Имидж құралымен кейіпкерлердің бейнесін жасадық. Фондық музыка мен дыбыс эффектілерін қостық. Нәтижесінде интерактивті анимациялық ертегі дайын болды. Көрерменде ертегіні тек оқып қана қоймай, оны көрнекі түрде тамашалай алады. Бұл жоба маған көп нәрсе үйретті. Жасанды интеллектпен жұмыс істеуді, мәтінді өңдеуді және бейнемонтаж жасауды, ең бастысы шығармашылықты технологиямен ұштастыруды. Қорытындылай келе біздің жобамыз көрсеткендей, жасанды интеллект тек есеп шығаратын құрал емес, ол шығармашылықтың да көмекшісі. Болашақта осындай форматта ұлттық ертегілерді ұсынуға болады. Біздің ұсынысымыз қазақ ертегілерін цифрландыру, оқушы жобаларында жасанды интеллект қолдану. Рахмет.